2021 жылы қазақ қызы ақш президенті протоколы басшысының міндетін атқарушы болып тағайындалды деген жаңалықты отандық басылымдар жарыса жазды. Әрине, Америка секілді алпауыт мемлекетте үлкен лауазымды қызметке ие болу оңай емес. Яғни білімі мен біліктілігі сол қызметке сай болған шығар. Жалпы өзге мемлекеттерде жетістікке жеткен бұрынғы қазақстандықтар жайлы жиі естиміз. Олардың арасында мемлекеттік қызметкерлер, танымал университеттерде оқытушы, ғалым, ірі компанияларда менеджер, инженер болып істейтіндері бар. Жеке кәсібін ашып, табысқа жеткендері де аз емес. Құзырлы мекемелердің мәліметінше, 2023 жылы 15 мың қазақстандық шетелге көшіп кеткен екен. Шекара асатындардың көпшілігі ақш, Канада, Еуропа елдерін таңдайды. Дені жоғары білімді, орта жастағы азаматтар. Мұндай мәліметтерді естігенде, өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген бабалар мақалы еске түседі. Әлде бұлай айту қазіргі заманда қисынсыз ба?